Бір күні қажылыққа бардық. Өзі 2-3 топты қосады үлкен қажылықта. Сөйтіп екінші топтың жаңағы қажылары бізбен, менен мынандаймын ғой. Өзіміздің топты алып жүрем постоянно. Түсте сабақ, тамақ беріп ше, бірге жүреміз. Кейбір топтарда енді ана гид болмай қалады, басқа болып қалады. Сосын мен не істеймін? Бәрін бірде асырай алмаймын ғой. Осылай қажылар отырады. Біздің қажылар деймін да жинап кетем. Кейбір адамдар оны дұрыс түсінбеген да. Ішінде бір-екеуі жаман зуб ұстап қалған ғой, ренжіп қалған ғой. Сөйтіп Арафатқа барған кезде бәрімізді қосты. Сөйтіп Арафатта тұрып мен уағыз айттым. Мен уағыз айтқанда әзілдеп, арасында әзілді көп қосам. Сөйтіп бір кезде менен кейін бір кісі тұрды да былай деді. Мен атеист болғам деді. Мен 60 жыл Құдайға сенбей өмір сүргем. Қазақстанның главный сот орындаушысы, түсіндің бе? Главный сот орындаушысы болғам. Былтыр пенсияға шыққаннан кейін дінді түсініп, биыл қажылыққа келіп отырмын деп, өзін таныстырып келді. Сөйтті да маған қарай бұрылды да, жаңа уағыз айтқан бала деді. Енді оны ішіндегісін шығара алмай жүреді ғой. Мен сонша жыл өмір сүріп, мына жерге сенің әзілін тыңдауға келген жоқпын. Сөйлейсің ба, серьезін сөйле деді да. Әзілдерің керек емес бізге деп. Отыра салды, сөйтіп бұл жақты. Жалпы мен өзім адамға адам сияқты қараймын. Мынандай бүйтіп құрал ретінде оны бір мамандығымен құрал сияқты қарамаймын ше. Әкім ба, мен үшін адам. Прокурор ма, ол мен үшін адам. Қойшы болса да мен үшін адам. Жай адам ба, ол да мен үшін адам. Бәрі адам. Қайтып тұрдым да айттым, көке, Алла разы болсын, сіз тіке айтатын адам екенсіз. Бірақ біліп алыңыз, мына отырған қарапайым халық, ол ғылыми сөз түсіне бермейді. Одан кейін оларға аят хадис айта берсең, олар жалығады, қабылдамайды. Мен осылардың түсінікті болу үшін жалпақ тілмен айтып жатырмын. Егер сізге серьезный әңгіме керек па, жүріңіз екеуміз сыртқа шығайық. Жүріңіз сыртқа шығайық екеуміз. Мен сізге тозақ жайлы аят хадистер айтып берем, одан кейін басын қасып отыр деген ғой. Анау ренжіп қалды. Сөйтіп, уже асырдан асып барады. Үлкен қажылықта білесіздер ғой, Арафат Шамға дейін ғой. Бірақ жігіттер ол жерде ешкімге ренжуге болмайды. Ренжітуге болмайды. Ана кісі маған ренжіп қалған ол, өйткені оны ауыр сөз айтпайды адам. Кейін жай бардым да отыр екен, көке, сізге дұға қылайын, атыңыз кім, айтсаңызшы деп деп қаратты. Құрып кетші жар еді ғой. Сөйтті да, мен айттым, көке, дұға қайтарылмайтын жер ғой, атыңызды айтсаңызшы. Сізге дұға қыламын деп жатырмын деп. Шынымен жігіттер Құдай көріп тұр, анау шен адамдар қарап тұр ғой, бүйтіп қаратты. Кет дегенде ит те кетеді ғой, кете бар деді ғой. Ана жаққа барып, ұрдым ғой. Отырып, Арафатта отырып дұға қылдым, Алла, мынау маған келейін деп тұрған жоқ. Мен де мынаған баруға уже желание жоқ. Кісілік жібермейді уже бар ғой. Алла, татуластыршы әйтеуір. Білмеймін, арамызда бір тірлік болсын әйтеуір. Біз татуластыршы деп ше. Сода Мұздалифаға бардық. Анау әлі бейт кірпішешең тұсап жүр, мені көрсе тырыс қалады. Сөйтіп Минаға бардық. Минаға барған кезде еркектер мен әйелдерді бөледі ғой. Сояқта бөлді. Сөйтіп әйелдер жаққа бар уағыз айтып отырған біреу жүгіріп келді да шақырды. Сізді срочно еркектер жаққа шақырып жатыр деп. Мен аяғын уқалаймын. Қолын уқалаймын. Адам жан тапсырарда байқайсыздар ма? Аяғы, қолы мұздап бастайды ғой. Аяғын уқалаймын, қолын уқалаймын. Бір кезде есін жиды анау ше. Жүрегін басып қоямын. Сөйтіп мені көрді да қайттан көзін жұмып қойды. Мені жек көретін ғой. Әзірейіл деді ма. Сөйтіп мен бәлең бәрін біліп жатыр ол. Құран оқып отырмын, аяғын уқалап қоямын, қолын уқалап қоямын. Енді ешкім біреудің аяғын ұстамайды негіз. Сөйтіп бір кезде тұрып кетті. Намаз оқимын деді, тұрып кетті. Сөйтіп қайтып келді да, мынандай жерде тұр. Білесіздер ма, бұрынғы Союз көргендерде ше, бір шындық деген бар, честность деген бар оларда ше. Тұрды да, бер кел деді. Барып ем, рахмет деп қолын берді ғой. Сөйтіп екеуміз кәдімгі рахаттанып қаласың ғой. Ана Арафаттағы дұға қойды түсіңіз да. Сөйтіп мен айттым, көке, бәрі нормально. Басты сізге жақсы болса болды деп. Кетіп қалдым. Ертесі түсте екінші палаткада бір уағыз айтып отыр ғой. Сөйтсем мына көке айтады да. Мынау бақыра бергенше біздің жарқын сияқты айтпай ма дейді да, түсінің ба? Ол алдында менің қабылдай алмай жатыр ғой. Сөйтсек мынандай нәрсе бар екен ғой. Адам біреуді жақсы көрсе ше, оның қателігін көрмейді. Ана кісі бізде мынандай біреуді жек көрсек,
ол шындықты айтса да қабылдай алмайды екенбіз да. Түсінсіз ба? Жақсы көріп тұрсың ба, ода қателік көрмейсің. Осыдан кейінше қайтар күні гостиницаның алдында ана кісімен жолықтық қой. Андай ғой. Біріншіден негізгі шынайы дұғалар қабыл болады ше. Екіншіден анау кісі жігіттер Қазақстанда главный сот орындаушысы деген ше, үлкен абыройлы кісі болған. Оның алдына адамдар көп барады да. Ол біреудің алдына баратын адам емес қой. Ол біз тұрмыз ғой жігіттермен. Ол өзі келді да. Маған келіп жақсы деп кетіп жатыр да. Қажылық ше, қажылық адамды кішірейтіп тастайды. Дұрыс айтасыз. Түсінсіз ба, ананың жүрегін Алла Тағала сындырып тастады да. Мен ешкім емеспін ғой. Бірақ Алла Тағала ананың жүрегін кішірейтіп тастады да, түсінсіздер ма? Уже кісілік жоқ анада. Түсінсіздер ма? Келіп, маған келіп, айтсам бергел десе де барасың ғой негізі. Келіп, жақсы деп қол алып кетіп жатыр да. Қажылық негіз адамды өзгертеді.